Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз ең оңай торттың рецебімен бөлісемін. Бұл торт үйдегі бар заттармен жасалады. 3 қана затпен жасалады. Крошкасы. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл тортқа барлық крем келе береді. Мен заварной кремді қолдандым. Бұл торт кішкентай формада жасалса өте биік әдемі болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер. Бізге керек заттар ұнымызға осындай қатып тұрған холодильникте немесе морозильникте тұрған сары майымызды алып, чоркіден өткіземіз. Чоркіден өткізіп алғаннан кейін қантымызды қосып, қолымызбен крошка жасаймыз. Крошкамызды өйтіп ұнтақтап бәрін жасап алғаннан кейін қызып тұрған табамызға ешқандай май салмаймыз. Дәл осы крошкамызды салып жібереміз. Сіздерде сковородкаларыңыз үлкен болса, барлығын салып жіберіңіздер. Кішкентай болса, жарты-жартыдан салсаңыздар болады. Осылай араластырып тұрып, қызартып, қуырып аламыз. Дәл осындай қызарып пісуі қажет. Суыған крошкамызды 22 сантиметрлік форманы алып, және барлығын осылай жайып шығамыз видеодағыдай. Және кремді пакетке салып алып, жақсаңыздар сіздерге өте ыңғайлы болады. Өйткені қасықпен жақсаңыздар сіздерге араласып кетуі мүмкін. Одан кейін екінші слойымызды саламыз. Одан кейін тағы да осылай кремімізді жағып шығамыз. Дәл осы видеодағыдай. Сіздерде бұдан 18 сантиметрлік форма болса, сіздерде биік әдем болып шығады. Менде 22 сантиметр болғандықтан кішкене тапалдау болып шықты, бірақ өте дәмді. Мен үстін әдемілеу үшін шоколад салдым, өздеріңіздің қалауларыңызша барлығы. Одан кейін холодильникке 2 сағатқа қойып қойыңыздар. Дәл осындай керемет болып шықты тортымыз, оңай жасалады. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлсамал.